балалар, шаттық шеңберіңізді айтайықшы. Үлкенге десіз, кішіге десіз, құрметпенен бәрімізге бас иеміз біз. Жарайсыңдар балалар. Балалар, бүгін біз оқу әрекетімізде үй жануарлар туралы айтатын боламыз, иә? Сендер үй жануарын білесіңдер ме, балалар? Иә. Қой. Тоқтаңдар, балалар. Үй жануарларына нелер жатады, айтыңдаршы, қане? Дұрыс айтасыңдар, иә, балалар? Қане, балалар, сендер осы жануарларды білу үшін мен сендерге жұмбақ жасырайын, тыныш. Қане, кім табады екен, иә, осы жұмбақтың шешуін? Қане, кішкентай ғана бойы бар, айналдырып киген тоны бар. Қой екен, иә, дұрыс айтады Айша. Кезікті бір жануар, үстінде 2 тауы бар. Дұрыс айтасыңдар. Балалар, басында 2 таяғы, 4 аяғы, және сақалы бар. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Балалар, тыныш. Балалар, қазір қай мезгіл? Қыс мезгілі. Қыс мезгілінде қанша ай бар екен? 3 айды атап берейікші, қане, балалар? Жарайсыңдар, балалар. Балалар, қазір далада күн қандай болып тұр? Күн суық, иә, балалар, қыс мезгілінде. Осы жануарларды, балалар, біз өз көзімізбен көру үшін бәріміз фермаға барып келейік, иә, балалар? Үй жануарлар мекендейтін жерге. Кәне, балалар, далада күн суық, сол үшін бірінші біз шапкамызды киіп, басымызға, үстімізге күртешемізді киіп, аяғымызға етігімізді киіп, иә, балалар? Сөйтіп ол жақ балалар алыс болады бізге. Сол үшін біз, балалар, көк тракторға отырып барамыз, иә? Кәне, бәріміз осы тракторға жететін боламыз. Кәне, балалар, әнімізді бастайық. Орнымыздан тұрайық, бәрімге қарай келе орындар. Менің қасиеге келе. Қарандаршы, не көріп тұрсыңдар жа жақтан? Тауық көріп тұр, иә? Тыныш. Балалар, тауық бізге не береді? Береді. Ол үшін балалар бізге тауыққа не береді? Қарандаршы? Жем береді, иә? Келе ғой, қынайын. Тауыққа жем шашаушы. Жарайсың. Мені қойып, тоқта. Ал, аяла, онда не болып тұрсын? Жұмыртқа, е? Тыныш бала, бәріміз шығаттыр. Дана, келе ғой. Сен де көмектесіп еш, Дана, аяла стана. Дана, сен де себетті алып, ана жұмыртқалап салып. Ал, салып. Ал, Дана, сен қанша жұмыртқа жинадың? Санаш? 2, е? Ал, аяла, сен санай қош жұмыртқанды? Қанша? 3 болды, е? Жарайсыңдар, балалар. Тыныш-тынышта. Ал, ар жақта. Түйе, балалар. Жарайсыңдар. Ал, кішкене ары қарай тұрайықшы. Енді біз мына жақтағы жануарларға шөптен беруіміз керек екен. Әне, ол балалар қайда? Шерхан Исан келіп? Ана шөптен алып, ана жануарлардың алдындағы ыдысқа астауға салайықшы, кәне. Ары қарай шығып салады. Кәне, еп қолыңызды. Айша, келе ғой. Айша, мұнда жерге тыныш тұрмасын. Алып, анау жерге су құйып жүр. Су, шөп, жемдер бар, иә, балалар, тұтындар. Келе ғой, Айша. Қарап тұрамыз, балалар, Айша қалай су береді екен жануарларға. Ал, жарайсың, Айша, келе ғой. Жасаймыз, иә, балалар? Ал енді терісіне бердік, жасайды екен балалар. Енді жылқының пайдасын айтайын. Жылқының қымызын бізге өте пайдалы екен балалар. Еті де пайдалы, біз жылқының еті өте дәмді болады балалар. Жылқының терісіне етік жасайды екен. Бұрынғы кезде балалар жылқыны арбаға шегіп, жер жыртқан. Қараңдаршы мына суретке.
Ал қойдан балалар, қойдың жүнін қырқып, оны жүнін тазалап жуып, түтіп, әжелеріміз жүн иіріп, нәски тоқып, кемпір тоқып, балалар қараңдар, ішік тіккен терісінен, қойдың еті де балалар бізге өте пайдалы екен. Ал балалар, сендер жануарлардың төлдерін білесіңдер ме? Әйе. Тазалап жуып, түтіп, әжелеріміз жүн иіріп, нәски тоқып, кемпір тоқып, балалар қараңдар, ішік тіккен терісінен, қойдың еті де балалар бізге өте пайдалы екен. Ал балалар, сендер жануарлардың төлдерін білесіңдер ме? Әйе, түйенің төлін не деп атайды балалар? Түйенің төлін? Бота. Жылқының төлін не дейміз балалар? Қолын дейміз, шатастырмаймыз. Ал ешкінің төлін не дейміз балалар? Лақ дейміз, дұрыс айтады. Ал қойдың төлін не дейміз балалар? Қойдың төлін не дейміз? Қозы дейміз, дұрыс балалар. Жарайсыңдар сендер, төлдерін де біледі екенсіңдер. Ал балалар осы үй жануарларына кім тақпақ еді туралы үй жануарлардан? Кәне Айша орнынан тұрып, басын қатты шығарып айта қойшы. Ақ бұзауым ұнайды, мұз деп шықсылай, келеді, күн сайын күнсіғын шығып қалайды. Жарайсың Айша, тақты біледі. Кәне, ал Нұр, айта қой. Қой баласы қонарым, қойдан ұзақ мұң, сопан ата тілейді, қоса қамын қайдасы. Жарайсың балыныр. Ал Осылайсыңдар мен. Достым. Осылайсың құмшақ. Мен жақты балам мен. Тамаша жерға жарайсың. Болған бар үшін балалар, біз алдымызға табалай қалдық тұшымызды. Отырамыз да. Сенде папаларынан көріңдер ме Шерхан, қойды қалай қырққанды? Балалардан қайшын ұстаған кезде байқаңыз қолымыз кес-кесеміз, жүнді қырққанда ұстай ғой. Өзіңізге тиіп кетесің балалар. Балалар жүнді қырқып, неге саламыз? Аха, сала қойшы. Ұстай ғой Шерхан. Қолымызбен былай ұстап. Оны қырқамыз. Бұл қайшымызды кетпеді. Былай ұстап Шерхан. Шарым бір қырғын саламыз. Саламыз салып. Сал қолымызбен ұстап. Өздерінің ыңғайына қарай ұста. Тұрсаңыз шекеуінде отырып бұнақ қалғын мекені салмаңыз, ал жатсақ. Мына қолымызды сиырдың емшегіне ұстап, қысамыз, қолымызбен. Мына сүт шығып жатыр балалар. Өстіп саламыз. Ұстай ғой, ек қолымен. Қысып. Кәне. Күнайым, сен де ек қолымен. Намен бол. Аллар қыздар не істеп жатыр? Сен сауып жатыр, Мамаларымыз өзі сиыр сауына үйде. Жарайсыңдар. Апам бітті ме? Екі несін алып, қолымен несін алып. Осылай салып. Айша. Саламыз, андағы шелек. Саламыз. Жалпы жасайтын болмыз, балалар? Біз қане. Балалар, бірінші орталықта біз ермексазбен жараймыз, құртты қалай жасауды білесіңдер ғой балалар? Қолымызға салып, қандай қыламыз? Домалақ, сосын сопақшағын жасаймыз, мамаларымыздан көргенде. Ермексазбен жұмыс істегенде балалар, қолымызды аузымызға салмаймыз. Болғаннан кейін қолдарыңды сүртесіңдер, жасаған құрттарыңды мына ыдыстарға саламыз. Түсіндіңдер ме? Менде жоқ деп алсаңдар, барлықтарын алдыларында тұр. Алып қараңдар, шына қойдың үстінде не жоқ? Жүн жоқ, Ал енді сендер мына желімді алып, осы қойдың үстіне жүн жабыстырамыз, Желіммен жұмыс істегенде балалар қолдарыңды ауыздарыңа салмаңдар.
Шашымызды Жеңімізді ұстамаймыз, түреміз. кәне. Балалар жеңдерін Жеңдерін түріп, болғаннан кейін орамалмен сүртеміз. Міне. бірінші жеңді түріп аламыз. Болғаннан кейін әкелерге көрсетеміз, жасағандарыңды. Үй жануарлары, енді осы үй жануарларының төлдерін табу керек бізге. Кәне, шатастырмай бәрін орнымен қойып шығамыз. Апа міне. Болған жұмыстарды әкелерге көрсетейік. Жарайсың, аяла күш қостырып жасапты. Жасаймыз. Енді ыдысқа саламыз аялар. Қасына да жарықтық қойшы. Мына Адия қысып жасады алақанына, иә? Күшті жасап атырған. Жасаймыз. Адия жасаймыз. Қорт жасады, иә? Қорт күшті қандай болады екен? Болады екен, иә? Неден жасап атық құтты балалар? Берме сардин, иә? Жарайсың. Болсандар балалар қолдарында әдемілік сүртеді. Болды. Болды ма балалар? Нағена? Қойға жабыстырдық, иә? Жарайсың. Міне иксанда күшті басына дейін жабыстық. Тамаша. Ашадық, сергіту сәтін жасар. Серік балалар, иә? Қалып қой болса. Жылқылар сөйлейді Ойларым Жылқылар сөйлейді игілгір Ойларым Музыка басталғанда, сендер де бастайсыңдар, ағашқа орау арқылы жітті. Осылай ұстап отырып ораймыз. Сөйтіп отырып, кім бірінші әлеге жетеді екен көрейік. Бастаймыз. Әне бала қараңдар, Жұбаныш Адиямен Ихсан екеуі бірінші келді. Бір, екі. Шаншықпай шаршамайды жүгірген дүрлікті ән сарайды Бірінші болып келді. Сен де жеңдің аяла. Әне балалар, қайтадан бәріміз тракторымызге отырайық, иә балалар? Şeker mekin, bal mekin, kesin bunu sağlanır. Komşum kanım kaydı ekin, asmanları ay mekin. Şeker mekin, bal mekin, kesin bunu sağlanır.
енді ортаға қайда бардық? Қайда бардық біз? Үй жануарларына бардық, иә? Ал ол жақта қандай жануарларды көрдіңдер? Жарайсыңдар балалар. Балалар, сендерге ол жақта қандай тапсырма орындаған ұнады? Қандай тапсырма орындаған ұнады? Ихсан, саған қандай тапсырма орындаған ұнады? Жоқ, ойнадың ғой? Не ойнаған ұнады ол жақта? Жүн қырыққан ұнады ма, Ихсан? Қойдың жүні қырыққан? Атпен ат жарысы ойнаған ұнапты. Дұрыс. Шерхан, саған қандай ойын ойнады? Қойды қырыққан ұнапты, Шерханға жарайсыңдар. Аяла, саған қандай ойын ойнады? Жарыста ұнапты, иә? Жарайсыңдар балалар, сендер ойынды да, сабақты да өте тамашаны орындадыңдар балалар. Айтқане балалар, біз қонақтарға не деп айтамыз? Сау болыңыздар деп айтамыз, иә? Жарайсыңдар. Ал енді